Сәлем, балақай. Бүгін ерекше бір саяхатқа дайынсың ба? Бірақ біз ертегі еліне саяхатқа аттанбас бұрын, біраз екеуміз әңгімелесіп алайық. Жарай ма? Саған бір сұрақ қойғым келіпті. Бүгін таңертең неге күлімдедің? Мүмкін тәтті ұйқыдан тұрғанда күлімдеген боларсың. Әлде анаң сені құшақтағанда күлімдедің бе? Жақсы, үнемі күлімсіреп жүр. Жарай ма? Енді көзіңді жұма қой. Қане, бәріміз көзімізді жұмамыз. Жұмдың ба? Енді елестетіп көр. Сен әдемі гүлдермен көмкерілген саябақта жүрсің. Құстар әдемі ән салып жатыр. Сылдырап аққан судың дыбысы құлаққа келеді. Естідің бе? Ол жерде бір ерекше ата отыр. Ол кәмпиттер сатады. Жай ғана сатушы емес. Оның кәмпиттері сиқырлы. Ал сен сиқырлы кәмпитке сенесің бе? Сеніңше ол кәмпит адамның көңіл күйін көтере ала ма? Я, мен де сенемін. Бұл ертегіде дәл сондай кәмпит болады. Бірақ тоқтай тұр. Сенің досың бар ма? Әрине бар. Бұған дейін де сен досың барын айтқан болатынсың. Досыңның есімі кім? Жақсы, ол сенімен бірге не ойнағанды ұнатады? Тығылмақ ойнайсыңдар ма? Оласпақ, доп ойнайсыңдар ма? Әлде қуыршақ ойнайсыңдар ма? Керемет. Бірақ ол алысқа кетіп қалса, не істейсің? Иә, сағынасың. Өте дұрыс. Сағыну ол қалыпты нәрсе. Нағыз достық ешқайда жоғалмайды. Солай ғой. Енді жақсылап жайғас. Мен ертегімді бастаймын. Кәмпитші атамен және кішкентай Айсұлумен танысуға дайын бол. Бастаймыз ба? Баяғыда бір әсем бақ болған екен. Ол әдемі гүлдермен көмкерілген, онда неше түрлі гүлдер құлпырып өсіп, әдемі құстар ән салатын. Сол бақтың ең тыныш, жайлы бұрышында кәмпитші ата өзінің шағын дүңгіршегінде отырады екен. Бірақ кәмпитші ата жай ғана сатушы емес. Оның кәмпиттерінде ерекше сиқыр бар болатын. Ол балалардың көңіл күйін сезіп, оны қайтадан бақытты етуге көмектесе алатын. Бір күні баққа Айсұлу деген кішкентай қыз келеді. Әдетте ол көңілді, үнемі күлімсіреп жүретін қыз болатын. Бірақ бүгін көзінде бір мұң бар. Ол төмен қарап, қолындағы жұмсақ ойыншығы аюын қатты қысып келе жатады. Кәмпитші ата оны бірден байқап, былай деп сұрайды. Сүйкімді Айсұлу, бүгін бақ біртүрлі тым-тырыс болып қалғандай. Керемет күлкің қайда кетті? Айсұлу басын көтереді. Көзі жастан мөлтілдеп тұрады. Кәмпитші ата, менің ең жақын досым Айнұр басқа қалаға көшіп кетті. Мен енді онымен ойнай алмаймын. Оны қатты сағындым, деп Айсұлу жауап береді. Кәмпитші ата ойға шомып, сақалын сипап тұрады да, жымиып, өзінің дүңгіршегіндегі көп банкалардың ішінен мамыққа ұқсас бір кәмпитті алып шығады да Айсұлуға
сынады. Міне, бұл естелік кәмпиті. Көзіңді жұм да, бұны жеп көр. Айнұр екеуің өткізген ең жылы сәттерді есіңе түсір. Шынайы достық ешқашан жоғалмайды. Тіпті араларыңда қашықтық болса да, дейді ата Айсұлуға. Айсұлу кәмпитті аузына салады. Сол сәтте, білесің бе не болғанын? Сол сәтте оның көз алдына естеліктер жарқ етіп пайда болады. Ол Айнұр екеуінің сурет салып, қол аспақ ойнап, бірге әткеншек тепкен, қуыршақ ойнаған сәттері көз алдына келе қалады. Жүрегі жылып, жүзіне күлкі үйіріліп, көңіл күйі әп сәтте көтеріліп шыға келеді. Және сол кезде бір керемет нәрсе болады. Жеңіл самал жел соғады да, Айсұлу қолын қалтасына салған кезде ішінен бір хат шығады. Бұл Айнұрдың Айсұлуға жазған хат екен. Сөйтсе анасы оны Айсұлуға беруге ұмытып кеткен екен. Айсұлу ашып, Айнұрдан келген хатты оқи бастайды. Айнұр не деп жазыпты? Қане бірге білейік. Қымбатты Айсұлу, мен сені қатты сағындым. Біз нағыз достармыз, және сен әрқашанда менің жүрегімдесің. Жақында саған қонаққа келемін. Сағынышпен, Айнұр, деп жазылған екен. Айсұлудың жүзі шаттыққа толып, көңіл күйі жадырап, мәз болады. Енді оның жанарында мұң емес, қуаныш бар еді. Кәмпитші ата, сіз дұрыс айттыңыз. Біз нағыз достармыз. Бірге ойнай алмасақ та, жүрегімізде біргеміз, деп Айсұлу қуанып, қолын шапалақтайды. Ал кәмпитші ата көзін қысып, шаттана күледі. Әрине, сүйкімді Айсұлу, нағыз достық арадағы қашықтықпен жоғалып кетпейді. Ол жүректе өмір сүреді, деген екен. Кейде біз жақсы көретін достарымызды сағынамыз. Бірақ достық ешқашан қашықтықпен өлшенбейді. Егер досыңды жүрегіңде сақтасаң, ол ешқашан жоғалмайды. Мүмкін сен де баяғыдан бері көрмеген досыңа хат жазғың келетін шығар. Әлде сурет саласың ба? Бұл досыңды сөзсіз қуантады. Кәмпитші ата сол бақта әлі де балаларға қуаныш пен сиқырлы кәмпиттерді сыйлайды екен. Мүмкін бір күні ол сені де жолықтырар. Ал сен ғажайыпқа сен. Жақсы ма? Жақсы балақай, достарыңды әрқашанда сыйла. Нағыз достық ешқашанда жоғалмайды екен. Мен енді сенімен қоштасайын. Қайырлы түн.